Сәбит Мұхановтың «Менің мектептерім» туындысы маған өткен ғасырдың басындағы қазақ қоғамының шынайы суретін көрсетті. Автордың білімге деген құштарлығы мен жоқшылыққа қарамастан оқу іздеген табандылығы мені қатты толқытты. Маған ұнағаны, сол замандағы мұғалімдер мен оқу жүйесінің ескіше оқу мен жаңаша мектептердің айырмашылығы өте анық суреттелген. Кейіпкердің білім алу жолындағы кедергілерді жеңуі қазіргі жастар үшін үлкен мотивация. Кітапты оқи отырып, біз бүгін ие болып отырған білім мен мүмкіндіктердің қаншалықты қымбат екенін түсіндім. Кітаптан түйгенім, жазушының қой бағып жүріп кітап оқығаны немесе біреуден естіген өлеңді жаттап алғаны, оның табиғи талантын ғана емес, зор еңбекқорлығын көрсетті. Оның айналасындағы адамдардың, ауыл ақсақалдары мен алғашқы ұстаздарының бейнесі өте шынайы шыққан. Меніңше, бұл шығарма әрбір оқушының білімге деген көзқарасын өзгертетін құнды